Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ораза кезінде күндіз душқа түсуге бола ма? Алдын ала рахмет. Аузы берік мұсылман күндіз душқа түсуіне және душқа түсіп шомылуына болады. Оның оразаға тигізер зияны жоқ. Оған оразасы бұзылмайды. Себебі душқа түскен жағдайда ішке ештеңе кетпейді. Сондықтан да оразасы бұзылмайды дейміз. Бастысы шомылып жатып су жұтып қоймауға ден қоюы тиіс, және ауыз шаярда тамақты шаймаған абзал. Өйткені тамақты шайғанда су жұтылып кетуі бек мүмкін. Ал енді одан өзге шариғатта ауыз берік кісі жуынбау керек деген қағида кездеспеген шариғатта. Әрине имам Азам Абу Ханифаның рахматулла алейх күннің ыстығынан салқындану мақсатында салқын суға шомылуды жеңіл мәкрух санаған пәтуасы бар. Алайда бұл жуынғанға қатысты емес. Ұлы ғалымның ол пәтуасы күннің ыстығына қарсы салқындану мақсатында салқын суға түсуге қатысты айтылған. Оның өзінде жеңіл мәкрух делінген. Ауыр мәкрух емес, жеңіл мәкрух. Ал енді имам Абу Юсуф салқындану мақсатында да салқын суға түсуді мәкрух санамаған. Тоқетерін айтқанда, аузы берік кезде күндіз душқа түсіп жуынуына болады. Бұл мәселеде дін ғалымдары арасында талас жоқ. Вальхамдулиллахи роббил алемин.